Атырауда жоғалған отбасына қатысты іс шиеленісіп барады. Із-түссіз кеткен жанұя мүшелерін өз бетімше іздеп тергеу жүргіздім деген хакер жігіттің енді өзіне іздеу салынды. Полиция оның еңбегін түгел жоққа шығарып, осыған дейін 4 рет алаяқтық бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын мәлімдеді. Осы арада үрген итпен айтаққа үн қосып, балгер құмалақшылар да өздеріне назар аударып жатыр. Олардың айтып жүргені тіпті қорқынышты. Ұзақ уақыт іздеуден кейін мәйіттері табылған ерлі зайыптылар бүгін жер қойнына тапсырылды. Марқұмдар өздері тұрған Қызылқоға ауданы Жангелдин елді мекеніне жерленді. Ақты сапарға келген жұрттың санында есеп жоқ. Ал Мақсұт Қарабали мен оның жұбайы Нәсіп Өтешқалиеваны өлтірді деген күдікке олардың 29 жастағы күйеу баласы түсіп отыр. Марқұмның туыстары оның мұндай әрекетке не үшін барғанын әлі күнге дейін түсіне алмай жүр. Күйеу бала сондай өзі тұйық адам енді. Көп ешкіммен араласпайды, көп сөйлемейді. Бірге үйге барған кезде де бір столға отырып бірге тамақ ішіп, ондай бір несі жоқ. Сондай бала. Ауылға да бір-екі келіп кеткен бала ғой. Ондай нәрсе шығады деп одан бір шын айтқанда ойламадық та, бірақ енді осылай деп келген кезде ақпараттар естіп жатсыздар, өздеріңіз көріп жатсыздар, шығарып жатыр. Қазіргі таңда тергеу адам өлтіру бабы бойынша жүріп жатыр. Десе де Сұлтан Сәрсемалиев пен оның әйелінің қайда екенін анықтау әзір мүмкін болмай тұр. Халық арасында бұл жағдайға қатысты алып қашпа әңгіме тарай бастады. Көпшілігі оларда шетел асып кеткен дейді, дегенмен полиция бұл ақпаратты нақты растаған жоқ. Аталған факт бойынша адам өлтіру белгілерімен қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілердің жеке басы анықталды. Қазіргі таңда оларды іздеу және ұстау мақсатында құқық қорғау органдары тиісті жедел іздестіру іс-шаралары жүргізуде. Марқұмдардан бөлек енді тағы жанұяның 33 және 35 жастағы ұлы мен қызы іздестіріліп жатыр. Олар елдің оңтүстік өңірлеріне қарай бағыт алған болуы мүмкін. Атыраудағы бұл жағдай бүкіл елді дүр сілкіндірді. Қазір бұл іске көріпкелдер де араласып, өз болжамдарын айтуда. Қаралы хабарды естідім, иманды болсын. Менің көруімше қыз бала да осы маңда. Үйдің айналасын мұқият тексеру қажет. Әжетхананы, кәріз құбырын қазір 3 адамды көріп тұрмын, ал ер адамға қатысты нақты ештеңе айта алмаймын. Жоғалғандар туралы ақпарат тарай бастағанда атыраулық хакер де бұл іске араласқан еді. Өзін IT маман ретінде таныстырған азамат Инстаграмда із-түссіз кеткендер туралы оқиғаның хронологиясын жасап шықты. Алайда кейін ол өзіне әлдекімдердің қоқан-лоққы жасап жатқанын айтып, жұмысын тоқтатты. Дегенмен полиция аталған азамат ешқандай да тергеу жүргізбеді деп отыр. Яғни оның таратып жүргені оған дейін де шығып қойған ақпараттар көрінеді. Шын мәнде аталған мәліметтердің барлығы әлеуметтік желілерде қандай да бір жарияланымдар шыққанға дейін ішкі істер органдарының бөлімшелері тарапынан заңды жедел іздестіру және тергеу шаралары аясында анықталып, кейін ресми бағдарлау ретінде рәсімделген, полиция тарапынан қысым көрсету немесе қорқыту жасалды деген ақпаратта шындыққа жанаспайды. Сонымен қатар аталған тұлғаға қатысты бұған дейін алаяқтық фактілері бойынша 4 қылмыстық іс тіркелгенін хабарлаймыз. Облыстық полиция департаментінің ресми хабарламасынан. Енді полиция өз бетімен сараптама жасап, тергеу жүргізген хакердің өзін іздестіріп жатыр. Әлеуметтік желідегі ақпаратқа сенсек, атыраулық азамат шетелде тұрады. Айта кетейін, жоғалғандарды іздеу әлі де жалғасуда. Төтенше қызмет мамандары өңірдегі Шадыман Түбек, Бесмола, Бірмола, Қарасу аумақтарын тексеруге көшті. Ақан Иғлам, Еуразия, бірінші арнасы.